Біздің өңірде тампонажды цемент зауыты жұмыс істейді. Бірнеше жылдан бері ішкі және сыртқы нарыққа сапалы өнім ұсынып келе жатқан өндіріс орнына қатысты дау туындап жатыр. Кемшілікке көзді жұмып қойып, құжаттарға қол қойып жіберген немқұрайлы басшылардың кесірі ендігі жерде аймақ пен инвесторға тиіп отыр, өкінішке орай. Кім бар ма сіз? Отыра беріңіздер осы жерде. Сіздер кезінде Шелдегі цемент заводына кім заключение берді? Оң қорытынды деп. Кім берді? Телефон. Кім берді? Неге бересіздер? Кім, сіз болдыңыз ба? Кім болдыңыз сіз ол кезде орада? Ол кезде жай мен бөлім басшысы болдым. Ол кезде Ұлбос Нөмербаевна Қайда ол адам қазір? Ол қазір пенсияда. Жақсы болған екен. Аудандағы адам қайда? Аудандағы адам жұмысында. Вот маған осы туралы баяндаңыз. Біріншіден, сіздердің департамент үлкен кемшілік жіберген. Өте үлкен. Қазір мемлекет басшының деңгейіне дейін жетті осы әңгіме. 1000 метрге дейін сақталу керек. Соны сіздер беріп жүргенсіздер. Үйлер қазір 500-ге де жетпейді, салынып кеткен. 80-нің үстінде үй. Қазір ауылдық деңгейде қаражат берсек те 1 миллиард 600 ақша керек сол үйлерді көшіру үшін. Олар Алматы, Астанадан сұрап отыр. Омен есептесең 10 миллион доллар ақша керек. 4-5 миллиард ақша керек. Инвестордікі дұрыс. Ол келді. 180 миллион доллар инвестиция салды сол жерге. Біз Қызылорда өңірінде жер құрып қалғандай болмайтын жерден, заңға сәйкес келмейтін жерден жер береміз. Жер жоқ болса екен түсінем. Жер деген жатыр бос. Не көп Қызылордада жер көп. Шел ауданында 2 есе жер көп. Сіздер соған қол қойып бересіздер. Халық наразылық түсіреді. Оны қазір сіздердің республикадағы басшыларыңыз бұзады. Отрицательный заключение жазып беріп отыр министр. Ал қазір заводты бұзыңдар деп отыр. Қазір 5 ай болды соның артында жүргенімізге. 2 рет Верховный соттың төрағасына кіріп шықтым осы жыл. Тоқтатып ұстап отырмыз қазір. Аты жұмысын тоқтатады. Премьерді 2 рет болдық. Мемлекет басшысына жетті бұл әңгіме. Премьер жиналыс өткізді осыған байланысты. Министріңіз енді отыр қазір басыңызда. Мен қалай берем, ертең мынаған жауап берем деп. Содан кейін бізге инвестор қалай келеді? Сіздер сондай кезде мамандар кім айтса да, мен айтсам да қатып қалмайсыздар, мынау заңсыз қол қоюға болмайды нағанда. Неге қойып бересіздер? Инвесторге ауданның сорадағы облыстық департамент қойып берді, сосын ол салды. 180 миллион долларын. Енді айтады, маған қандай разница, кім әкім, ауысты ма әкім, келді ма, кетті ма, министр ауысты ма, маған рұқсат бердіңдер, салдым ғой дейді. 2017 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Қодаманов ауылының іргесінде қауіптілік жағынан бірінші сатыдағы өндіріс орны Кеджуба Шиелі цемент заводы соғылды. Бұл өндіріс орны санитарлық қорғаныш аймағын бұза отырып, қауіптілік жағынан бірінші санаттағы өндіріс орындарына белгіленген санитарлық қорғаныш аймағын, демек 1000 метрді сақтамастан 500 метрде орналасқан тұрғын үйлердің жанынан салынды. Ауыл тұрғындары өз құқықтарын қорғау мақсатында және қауіпті өндіріс орнының санитарлық қорғау аймағы болмағандықтан Шиелі аудандық сотына заводтың жұмысын тоқтату туралы талап арызбен жүгінген. Алайда аудандық соттың судьясы талап арыз шеңберінен ауытқып, заводтың бекітілмеген санитарлық қорғау аймағына ғылыми сараптама тағайындаған. Нәтижесінде осы сараптаманың шығындарын өз құқықтарын қорғауға барған тұрғындардың мойнына сараптамаға төлеген 27 миллион теңгені іліп беріп отыр. Шиелі аудандық сотының судьясы Жолдыбаевтың шығарған ұйғарымына қарсылық білдіріп, ауыл тұрғындары ресми түрде қарсылық білдіруге дайын екенін айтып жатыр. Неге біз өз құқықтарымызды қорғай алмаймыз? Неге біздерге сот арқылы қысым білдіреді? Неге соған соттың өзі де жол береді?
Құрметті Тоқаев мырза, біз мынау Шиелі аудан тұрғындары өз талаптарымызды орындату мақсатында мынау Асхат Жолдыбаевтың іс-әрекеттерінің заңсыздық екенін біліп отырып, бізге мынау Геджуба цемент зауыты екеуінің арамыздағы заңсыз жасалған сараптама қорытындыларының ақшасын, 27 миллион ақшасын бізге төлетуді ұйғарым етіп шығарыпты. Біз бұған қарсымыз. Және де осы қарсылығымызды білдіру үшін әлде де біз тоқтамаймыз. Талабымызды орындату мақсатында Шиелі ауданына, әкімдігіне қай жаққа болса да қарсылығын білдіруге шығуға дайынбыз. Біздің талап шағымызды тыңдауыңызды сұраймыз. Ресми түрде осы талаптарымыз орындалмағанша әкімшілік, облыс әкімшілігі, аудан әкімшілігі заң шеңберінде сол мемлекеттік қызметкерлердің алдынан өтуге дайынбыз, және осы іс-қағаздарымызды объективті түрде қарауын талап етеміз. Құрметті ел ағалары, осы мәселе туралы, біздің санитарлық қорғау аймағы туралы мынау Геджуба цемент зауытымен облысымызда үлкен дау туды. Облысымыздың сотына да ең бірінші рет оң шешімін таптық. Одан кейінгі апелляциялық сот болды. Онда да облысымыздың көлемінде осы мәселе бойынша оң шешімін таптық. Үшінші жаңағы Астанамыз жоғарғы сотта берілді. Ол жерде бізде оң шешімін тауылып, осы халықтың барлығының сөзі сол жерде айтылды. Қолданып, санитарлық аумағы 1000 метр деп бекітіліп берілді бізге. Ал Шиелі ауданының соты Жолдыбаев мырза біздің соттағы істерімізді қарамақ тұрмақ, біздің берген қағаздарымызды қарағанда жоқ. Тек бір жақты ғана қарап, заводымызға шешімді бір жақты ғана қарап шығарды. Және де мынау шығарған несінде ұйғарымында цемент заводы, Геджуба цемент заводымен отырған договорында өздерінің келісім шартында солар Геджуба цемент заводы төлейтін болған, соны бізге халыққа төлейсіңдер деп біздің мойнымызға салып отыр. Біз бізге сараптама жайында еш нәрсені сұраған жоқпыз, бізге керегі жоқ сараптаманың. Біз санитарлық қорғау аймағын сұраған тұғынбыз. Ол кісі ауытқушылықтар жасады. Көп ауытқушылықтар жасады. Біз халық 27 миллионды тауып бермейміз де. Біз ешқайсысы да бере алмайды. Мына тұрған кісілердің барлығының шеттей бала шағамен отырған барлықтары. Ешқандай заңсыз тірліктер жасап отыр. Жолдыбаев мырзаның тірлігі дұрыс емес. Біз кімге сенеміз осында біз? Сонда дейміз, заң шығып тұрғанда осындай нәрселер туындап тұр бізге. Осы жерде тұрған халықтың бәрі қарақан бастарын күйеулеңдеп тұрған жоқ. Бұл жерде үкіметтің, мемлекеттің берген кепілдігімен және қауіпсіз жерде өмір сүруге берген заңдар шығарған заңдарында бұл жерде ешқандай да жаңағыдай заңға сәйкес көрінбейді. Шиелі ауданының соты Жолдыбаевтың шығарған шешімдері бір жақты ғана қаралып, цемент зауыттың мұң-мұқтажын қарауда. Халықтың мұң-мұқтажы ешбір қараусыз қалып отыр. Сіздерге өтінеріміз біздің мұқтажымызды аяқсыз қалдырмай санитарлық қорғау аймағын бекітіп берулеріңізді сұраймыз. Санитарлық қорғау аймағы бекітілмегенге дейін завод іс-әрекетінің жұмысын тоқтатуды сұраймыз. Құрметті Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға, халық қалаулылары, мәжіліс депутаттарына қоса алғанда, Қызылорда облысы Шиелі ауданы Қодаманов ауылы тұрғындарының Геджуба цемент заводының санитарлық қорғау аймағынсыз заңсыз жұмыс жасап отырғанын жоғары соттағы дәлелдеп алсақ та, Шиелі ауданына қара халыққа жан айқайын әділ араша түсетін аудан басшыларынан Шиелі аудан
сотынан әділдік таппағандықтан сізге өтініш жолдаймыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Қызылорда облысы әкімі Нәлібаев мырза өз қол астындағы мемлекеттік қызметкерлерді жинап, актив жиналысында бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, халықтың сөзін қуаттап, Ежуба шиелі-цемент зауытының заңсыз соғылғандығын және 1000 метр көлемінде санитарлық қорғау аймағын бекітпей заңсыз жұмыс жасап жатқанын бірнеше рет айтып көрсеткен болатын. Алайда Қодаманов ауылының тұрғындары аудандық сотқа азаматтық құқықтарын қорғау үшін шиелі-цемент зауытының үстінен санитарлық қорғау аймағын бекіту туралы арыз тастаған болатынбыз. Бірақ та Шиелі аудандық соты Жолдыбаев жоғарғы соттың және облыс әкімінің дәлелдемелерін, шешімдерін елемей, Ежуба компаниясының сұрауымен жеке жауапкершілік шектеулі серіктестік Центр экологических сопровождения и экспертизы Шымкент қаласының орталығына сараптама тағайындауына халықтың қарсылық білдіруіне қарамастан және де экологиялық кодексте 12-ші бапта 2-ші қосымшадағы цемент зауыттың аса қауіпті 1-ші категориялық өндіріс болып табылатындығына қарамастан ұйғарым сараптама тағайындауға ұйғарым шығарды. 2017 жылы Ежуба цемент заводы Қодаманов ауылына іргелес салынып, тұрғын үйлерге 380-600 метр жақындықта соғылды. Санитарлық қорғау аймағын бекітілмей, завод маңында тұрғындардың арыздануына қарамастан, өндірістік Қытай компаниясы мен жергілікті атқарушы биліктегілер іске қосып жіберді. Біздер заңсыз іске қосылған Ежуба шиелі-цемент заводының Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінен мемлекеттік жеке кәсіпкерлік бағдарламасы бойынша инфрақұрылымына 2,5 миллиард теңге қаражаты бөлінгенін, 2,5 миллиард теңге қаражат бөлінген инфрақұрылымына, және де бұл қаражат қалайша санитарлық қорғау аймағын бекітуге жетпей қалған уәждеп айтқан болатынбыз. Осы күні Ежуба цемент заводы ешбір рұқсат құжатсыз жұмыс жасауда. Алайда Шиелі ауданының соты Жолдыбаев мырза халықтың санитарлық қорғау аймағын бекітсін, болмаса өндіріс рұқсат құжаттарын дайындағанша тоқтатылсын деген талабымызды елемей, жоғарғы соттың Қызылорда облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің қорытындысын заңсыз екенін, бірінші саттағы соттың қорытындыны дұрыс бұзғанын қолдап, 1000 метр аумағында санитарлық қорғау аймағы болу керек деп шешім шығарғанына қарамастан, Асқат Жолдыбаев сот мырза екі жекеменшік кәсіпкерлердің ортасына түсіп, талап арызымыз шеңберінен ауытқып, сараптама тағайындауға жол берді. Заводқа тәуелді сараптама тағайындады. Осыған байланысты заводқа тәуелді сараптама тағайындап отыр. Өйткені Ежуба компаниясы соттың үстінде өзі өтініш білдіріп, осының қойылған сараптаманы қаражатын өзіміз төлейміз деген болатын. Осыған байланысты біз жаңадан туындаған мәліметтерге қарай арызымызды белгілі бір себептермен қараусыз қалдыруды сұрадық. Осыған орай Шиелі ауданының соты Асқат Жолдыбаев мырза Ежуба шиелі заводының басқарушы директоры Чен Хуаның 90 күндік ғылыми зерттеу сараптамасын өзі төлеймін деп өтінішін қанағаттандырған, өзін төлеймін деген өтінішін қанағаттандырып, артынша сараптама біткен соң 27 миллион теңге сараптама шығыны деп қаражатты санитарлық қорғау аймағы жоқ деп арызданған халыққа, осы тұрған халыққа мәжбүрлеп төлейсіңдер деп ұйғарым шығарады. Бірақ та Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 1-ші категориялық аса қауіпті минералдық өндіріс орындары, әсіресе тампонажды цемент өндірісі тәулігіне 2,5 мың тонна цемент клинкер немесе 3 мың тонна цемент өндіретін заводтарға сараптама жүргізілмейді. Сіздерден сұранатынымыз халықтың санитарлық қорғау аймағын бекіту заңына сәйкес объективті түрде Қазақстан Республикасының заңдарының орындалуына көмек қолдарыңызды берулеріңізді сұраймыз. Қызылорда облысы мамандандырылған
сатыда санитарлық қорғау аймағын 500 метрге қысқартуға туралы қорытындыны күшін жою талап арызы қаралды. Осы істі дейді судья Сәрсенбаев қарауымен жүргізді. Сол кезде судья Сәрсенбаев істі объективті қарап, екі тарапқа да сұрақтар қою арқылы қорытындыны қаншалықты заңсыз екенін зерттеді. Нәтижесінде бұл кісінің шешімі жоғарғы соттың шешім қабылдауына заңды күшіне енді. Ал Шиелі сотының судьясы Жолдыбаев заводтың санитарлық қорғау аймағын болмауына байланысты жұмысты тоқтату туралы талап арызымызды бір жақты қарап, біздің ұсынған дәлелдерімізді негізге алмастан бізге мүлде қажеті жоқ сараптама тағайындады. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев және халық қалаулылары, мәжіліс депутаттары, сіздерден сұранатынымыз мына Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінде 13-ші бапта жазылғандай, халық өзінің қоршаған ортасында өзіне қауіпсіз жерде өмір сүру керек деген мемлекеттің берген кепілдігі мен шарттары бар. 12-ші бапта көрсетілген минералдық өндіріс орындары екінші қосымшада категорияланып, бірінші категорияға цемент зауыты кіретіндігі дәлелденіп қойылған. Мына біздің қасымызда орналасқан Гежубат-Шиелі цемент зауыты күндігіне 2,5 мың тонна цемент өндіреді тәулігіне. Ал заң бойынша бұл 500 тонна цементтен асатын болса, бұл өте қауіпті өндіріс болып табылғандықтан, бұған ешқандай сараптама жүргізу мүмкін емес екендігін біз көзіміз осы күні заң көзімізді ашты. Сондықтан сіздерден сұранатынымыз осы заңсыздықты жоюға қол көмектеріңізді сұраймыз. Заңның орындалғанын сұраймыз. Шиелі Генжуба цемент зауыты санитарлық қорғау аймағы жоқ болғандығына байланысты бір ауыздан тоқтатылсын. Санитарлық қорғау аймағы бекітілсін.